Бәріңізге қайырлы күн. Ауызашарға 30 минутта дайын болатын, тез дайын болатын осындай кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тауықтың осындай қанаттары қажет болады. Ортасынан бөліп аламыз және алдын ала табамызға май құйып қойып, кішкене қыздырып қуыра бастаймыз. Қуырылғанша пиязымызды турап аламыз. Бізге бір дана орташа көлемде осындай пияз қажет болады. Жіңішке бөліктерге бөліп турап аламыз. Табанның үстіне салып араластырамыз. Келесі кезекте бізге 2 дана сарымсақ қажет болады, яғни чеснок қажет болады. Ұсақ бөліктерге оны да турап бөліп аламыз. Табамызға дәміне қарай тұз және де томат пастасын қосамыз. Жарты ас қасықтай және жаңа сарымсақты салдым. Менде бұл жерде көрінбей қалған. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қуырылғаннан кейін осындай түске енеді. Дәміне қарай осындай мен тауық дәмдеуішін қостым. Қайнап тұрған суды құямыз. Бетін жауып 30 минутқа пісіреміз. Картопымызды алдын ала суға пісіріп аламыз. Ішіне 1 кеседей су қалдырамыз. Үстіне дәміне қарай тұз қосамыз және жұмсақ сары майымызды қосамыз. Сүт қосамыз. Кішкене дәмді болу үшін пюремізді осындай сүт, май қосып аламыз. Енді еземіз. Осындай вилканың көмегімен езсеңіздер болады, немесе осындай пюре езгішпенен езсеңіздер де болады. Бірінші езіп алып, судан кейін барып, сүтін және сары майын қоссаңыздар болады. Майыңыз ең бастысы еруі керек, ыстық күйінде қосу керекпіз. Пюреміз дайын болды міне. Біздің картопымыз суда көп пісіп кетпеу керек. Сол жағын қадағалаңыздар. Біздің міне тауық қанаттары пісті. Осындай болып шығады, өте дәмді болып шығады. Тарелкамызға салып, пюремізді ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Тауық қанаттарын духовкаға пісірмей-ақ осылай табаға пісіріп алсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Уақытыңызды алмайтын кешкі ас. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен кешкі ас тағамдарымен көптеп бөлісетін боламын.